Hi everyone, I'm Mrs. Madina. Long time no see, and today we're going to talk about wishes in English. So if you are ready, let's start. Сәлем достар, сіздермен Mrs. Madina. Және біз бүгін ағылшын тілінде біреуге тілек айтып, ағылшын тілінде құттықтап үйренетін боламыз. Егер сіз дайын болсаңыз, онда кеттік. Жалпы ағылшын тілінде егер сіз біреуді белгілі бір қуанышпен құттықтағыңыз келсе, жай ғана congratulations деген сөзді қолдансаңыздар болады. Бұл кез келген қуанышпен құттықтаған кезде қолданылатын сөз. Яғни congratulations. Ал егер бұл сөзді сіз кішкене түрлендіріп, күрделірек айтқыңыз келсе, онда my congratulations to you. My congratulations to you деп айтсаңыз болады. Мен сені құттықтаймын деген мағынада. Жалпы кез келген адамды туылған күнімен белгілі бір қуанышпен құттықтап жатқан кезде оған бірінші обращаться ету керек. Обращаться деген өзіңе қарату керек бірінші. Өзіңе қарату үшін ағылшын тілінде dear деген сөз бар. Яғни құрметті деген сөз. Мысалы, сіздер бір отырыста отырсыздар, сізге сөз кезегі келді. Сіз сөз кезегін бастайын деп жатырсыз. Мысалы, бүгін Айнұрдың туған күні, сіз құттықтайсыз. Dear Айнұр, құрметті Айнұр. Айнұр дегенге өзіңіздің туған күні болып жатқан адамның есімін қоя бересіз. Өзгертіп, менің мысалында бұл Айнұр. Dear Айнұр, I congratulate you on your birthday. Dear Айнұр, I congratulate you on your birthday. Айнұр, құрметті Айнұр, мен сені бүгінгі туған күніңмен құттықтаймын. Жалпы, I congratulate деген сөзді аударайықшы. I дегеніміз мен, congratulate деген құттықтау. Жалпы ағылшын тілінде бастауыштан кейін міндетті түрде баяндауыш жүреді. Бізде негізі етістік немесе баяндауыш ол сөйлемнің соңында жүреді. Мысалы, біз тілек айтқанда қалай айтамыз? Мен сені бүгінгі қуанышыңмен құттықтаймын. Құттықтаймын деген баяндауыш ол сөздің ең соңында болады, сөйлемнің ең соңында болады. Ал ағылшын тілінде I congratulate, мен құттықтаймын. Бастауыштан кейін міндетті түрде баяндауыш екеуі пар, екеуі бірге жүреді, екеуінің арасы үзілмейді. Жүреді ме? Оның арасында ештеңке болмайды. Сол сияқты I congratulate деген тіркесті, мен құттықтаймын деген тіркесті кез келген жағдайда қуанышта айта берсеңіз болады. Мысалы, бағана айттық қой, туған күнмен құттықтаған кезде I congratulate you on your birthday. I congratulate you on your birthday. Мен сені туған күніңмен құттықтаймын. Давайте енді біреу үйленіп жатыр, немесе сіздің құрбыңыз тұрмысқа шығып жатыр, оны қалай құттықтаймыз? I congratulate you with marriage. I congratulate you with marriage. Мен сені үйленіп жатқаныңмен немесе тұрмысқа шығып жатқаныңмен құттықтаймын деп айттық. Енді белгілі бір адам жаңа машина алды, сіздерді қонаққа шақырды. Біреуді машина алғанымен құттықтайтын болсаңыз, I congratulate you on buying a new car. I congratulate you on buying a new car. Және бір жұмыста біреу белгілі бір жетістікке жетіп, повышение дейді, жұмысы көтеріліп жатса, оны құттықтағыңыз келсе, I congratulate you on your promotion. I congratulate you on your promotion. Сенің өскеніңмен құттықтаймын деген мағынада. Ал енді тілек айтайық. Тілек айту I wish деген тіркестен басталады. I дегеніміз мен, wish дегеніміз тілеймін. Мен тілеймін. Бағана айтқанымдай, бастауыш пен баяндауыш ағылшын тілінде қатар жүреді, олардың арасында ешқандай сөздер болмайды. Мен тілеймін, дальше басқа сөз таптары болады. I wish. Мен тілеймін. То есть туған күнімен құттықтап болдық, енді тілек айтамыз ғой. I wish. Мысалы, не тілеуге болады? I wish you good health. I wish you good health. Мен саған зор денсаулық тілеймін. Мен саған өте көп денсаулық тілеймін дегенде I wish you
good health деп айтсаңыз болады. Келесі I wish you joy. I wish you joy. Мен саған қуаныш тілеймін. Я желаю тебе радость. Я желаю тебе много радости деген мағынада I wish you joy. Келесі тіркес I wish you the best of everything. I wish you the best of everything. Мағынасы, мен саған әлемдегі бар жақсылықты тілеймін. Я желаю тебе всего наилучшего деген сөз. Орыс тілінен аударғанда қазақша, мен саған барлық жақсылықты тілеймін. I wish you the best of everything. Келесі сөз I wish you lots of success. I wish you lots of success. Мен саған өте көп табыс тілеймін. Жұмысыңа жалпы табыс тілеймін. Будь успешным. Я желаю тебе много успехов деген мағынада мен саған көп табыс тілеймін. I wish you lots of success. Және I wish дегенді қайталай бергіңіз келмесе, оны кішкене түрлендірейік. With all my heart. With all my heart дегеніміз бұл мен саған шын жүрегіммен, шын көңіліммен, бар жүрегіммен деген мағынада. With all my heart, I wish you wonderful and happy holidays. With all my heart, I wish you wonderful and happy holidays. Бар жүрегіммен, шын көңіліммен, мен саған тамаша және бақытты сәттерді тілеймін. Бұл жақта holiday дегеніміз прямой переводы енді праздник, бірақ енді мен саған праздник тілеймін деп айтпаймыз, сондықтан көп қуанышты сәттер тілеймін деген мағынада қолдансақ болады. Және тағы бір сөз, I wish-тен басқа may деген сөз. May дегеніміз пусть деген сөз. Пусть у тебя в жизни все будет хорошо деген сияқты, пусть дегеніміз may. Мысалы, may all your dreams come true. May all your dreams come true. Бүкіл сенің армандарыңның барлығы орындалсын деген тілек. May all your dreams come true. Бұл қонаққа барғанда ең көп айтылатын тілектердің бірі ол 100 жасаңыз. Жанболатадай 100 жасаңыз деп көп айтамыз, Бұны ағылшын тілінде may you live to be 100. May you live to be 100. 100 жаса деген тілек. Келесі тіркес good luck on your business. Good luck on your business. Бұның мағынасы мен сенің жұмысыңа сәттілік тілеймін, табыс тілеймін деген мағынада. Good luck on your business. Және ағылшын тілінде көп қолданылатын сөздердің бірі бұл chin up. Chin up дегеніміз орыс тілінен аударғанда не унывай, қазақ тілінде еңсеңді көтер, басыңды көтер деген мағынада. Chin up. Келесі тіркес take care of yourself. Take care of yourself. Take care of yourself деген сөздің мағынасы бұл өз-өзіңе қарап жүр, байқап жүр деген мағынада. Және ең оңай тілектердің бірі ол be good. Be good дегеніміз будь умничкой, ақылды бол. Ақмақ болма, ақылды бол деген мағынада be good. Және тілек соңында өзіңіздің бір сыйлығыңыз болса, подаркаңыз болса, туған күнін иесіне беретін, онда here is my present. Here is my present. Деп өзіңіздің подаркаңызды берсеңіз болады. Бұның аудармасы міне бұл менің сыйлығым деген мағынада. Егер сізге біреу ағылшын тілінде тілек айтып болды, сіз оған рахмет деп айтуыңыз керек болса, жай ғана thank you немесе thank you for your kind wishes деп айтсаңыз болады. Аудармасы осы көптеген тілектеріңе, жақсы тілектеріңе алғысымды білдіремін деген мағынада thank you for your kind wishes. Және сабақты қорытындылау мақсатында мен осы тілекті сіздерге айтайын. Толығымен бүгінгі өткен сөздердің барлығын қосып осы тілекті оқып берейін. Өздеріңізге керек жерлерін аласыз, керек емес қиындау деген жерлерді өзіңіз сызып тастайсыз. Жарайды ма? Ал кеттік. Dear Айнұр, I congratulate you on your birthday.
I wish you a good health, joy, and the best of everything. I wish you lots of success. With all my heart, wish you wonderful and happy holidays. May all your dreams come true. May you live to be 100. Good luck on your business. Chin up. Take care of yourself. Be good. Here is my little present. Ал осымен тамам. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сізге бұл видео ұнаса, онда міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бұл мен үшін бір қолдау болатын еді. See you soon. Bye bye.